Ассалаумағалейкум достар, бізде кезекті шығарылым. Бұл подкаст емес, бірден айта кетейін, бұл Ермұхамед Мәуленнің басынан өткен оқиғалары деп ұзын қылып жіберсең, футбол әлеміндегі шығарылым. Үлкен бір шал кісі отырады да, мына жерде Гризмандар отырады ғой, сол сияқты ма рекламасы болып жүрді ғой. Бір букмекерлік кеңсенің рекламасын айтып отырсың ғой. Осы орайда мен айта кетейін, біздің Фонбеттегі достарымыздың қолдауымен шығып жатыр видео. Олардың сілтемесі төмендегі пікірде бекітілген. Қош? Немен бекіттіңдер оны? Сілтемеде бекітіп отыр ғой пікірде. Масқара. Супер клейминг. Сілтеменің өзін бекітіп жіберген олар заманданып кеткен. Күшті. Мынау сонда жаңа Ф деп мынаның сыртында тұр ғой? Иә. Сол жаңа компанияң кім? Жоқ, Ф деген бұл Г ғой бұл. Ғани деген сөз ба? Ғани қалай жағдай? Ғибратты әңгімелер деген сөз ғой. Машалла, не деген керемет. Сен енді мынау енді сен көреді ғой, енді көп жас комментатор болғысы келетін, болтта жүргендер, болтта қойғандар көреді ғой, енді сен бір үлгісің. Боламайтындар да көреді. Жоқ, сол болатындарға, болайын деп жүргендерге. Осы оқыған қызық болады. Болатын әңгіме айтсай десей? Болатын болса деген бар еді. Иә, қай әңгімені айтайын? Жаңағы сен карьераңның басында өте бір қызықты оқиғаға тап болып. Жоқ, комментатор ретінде таяқ жеген кездерің болды ма? Осылай сұрақшы. Иә, болды ғой. Жоқ, ол историяны мен біліп тұрмын ғой енді. 4-5 рет болды ғой. Енді ең біріншісі плотно кеткен кез. Плотно кәдімгі қадалған кез 2010 жылдың қазан айында болды ғой. Мен 24-тесің ғой кезде, иә? Қой, 24-те демеспін даже. 2010-ның қазан айында 22-десің сен. 22-демін, иә. Жап-жас казгу бітірген кезім ғой. Боз баласың. Иә, магистратураға түсемей қалған кезім. Алматы ақшамы газетінде жұмыс істейтін кезім. Сөйтіп жаңа кастингті жеңіп алған жоқпын ба, 48 адам қатысқан. Содан кейін комментатор бола бастадым. Сол 48 адам ба, бір деректерде 36 адам деп келеді. Енді бір подкасттан кейін 50-ге жеткізем бар ғой, сәл шыдашы. Сонымен 2010 қазан айы Барселона мен жаңағы кім ойнайды ғой? Ростов? Рубин. Рубин, иә. Рубин ойнайды. Сол жерде Резванцев деген бір гол ұрады. Сөйтіп гол ұрады да Рубин жеңіп кетті. Сенсация жасамай ма? Ана басында соқып тастайтын ба? Матчтың басында сразу. Бір жаман қададен. Жоқ, ол өзі екі-ақ рет екеуі де гол болып кетеді ғой. Иә, сондай бір. Одан кейінгі жаңағы кімнің историясы бар ғой, сол кездегі қақпашысы бар еді ғой. Рубиннің кім еді? Иә. Рыжиков. Ең бастысы аналарды ашуландырып алмай қаптанып кетеді олар деп. Жаңағы сен айтқан Резванцев алыстан қадап жібермей ма? Сөйтіп мыналар барып айтады, что ты наделал, не істеп қойдың, мыналар енді өлтіреді қазір деп. Сөйтсе көк теңіз, қара теңіз ұрмай ма екінші гол? Сөйтіп 2-1 жеңіп кеткен ғой. Сол матчты сен жүргіздің. Жүргізіп отырмын. Жалындаған жастық кезім. Қылшылдап тұрған шағым, кәдімгі. Ой, кімсің Ермұхамед деп тұрған шағым енді Алматыда бүкіл кафе ресторанның кәдімгі гүлімін. Ой, бүкіл официант танитын ол заманда. Содан не керек? Бүкіл қағанаттағы тәтелер таниды ма? Тәтелер бәрі таниды кәдімгі. Мен мынандай заказ берген ғой қағанатта. Датырғы мен есіргенім, қызметтік бабымды пайдаланғаным деп айтайын. Манты второйға гарниріне плов берген ғой мен заказ. Қағанаттың тарихында ондай заказ болмаған шығар. Сөйтіп салып берген ғой маған еще. Бір тамақ ретінде оформить етіп. Ой, мен мынандай бір сорпа алатынмын да, сорпаны алып, ішіне котлеттерді салып тығып қоятын, ана сорпаның ішіне. Кәдімгі сөйтіп шығаратыным ғой, мен ол кезде жаман жемқор едім ғой. Содан әңгіме одан емес. Ұлттық арнада жүргізіп отырмын. Жаңа Құрбанбердиевті көрсете береді деп бүйтіп тәспих ұстап, сүйініп отыратын ғой. Бүйтіп отыр, бүйтіп сүйеді, отырған сайын бүйтіп. Жаңағы соны мен көрсете береді. Енді Европаға таңсық болып тұр ғой, мынандай бір мұсылман, сондай бапкер өзі, сондай бір сүйініп отыр, өзі кішкентай команда Рубин деген өмірде бірінші рет шығып Барселонаны ұтып алып, жаны шүберекке түйіліп тұр. Мен енді соны жеткізіп жатырмын ғой, суреттеймін ғой мен деген. Ой, кәдімгі қызыл сөзге кәдімгі жатып алған комментатор едім. Содан суреттеп отырмын. Ойбай, бұл Құрбанбердиев деген өзіміздің кейбіреулер түрікмен деп, кейбіреулер оны Түркменстанда туған деп айтуы мүмкін. Бірақ түрікмен былай тұрсын, ол Тараздың адамы бірінші кезекте.
қазақ футболының түлегі ол. Википедиясында сөйтіп жазып тұр. Қазақстанда өткізген өмірінің басым бөлігін. Ой, мен өзім Тараздамын ғой деп жіберіп отырмын ғой әңгімені ана жерде. Содан қызықты қарасаш, қызбада мен тоқтамай кетіп қалатыным бар ғой кейде. Менің бір үлкен минустарым бар ғой. Әсірелеп қосатыным бар ғой. Пендешілігің бар ғой. Мен сол кезде әдебиет теориясында гипербола дегендерді оқып жүрген кезім ғой. Метафора. Оны филфакты жазушы болады деген ғой. Айтшы, көбірек айтшы осыған. Бұның шықпай қалған кітаптары бар ғой. Шықпай қалған. Ол шықпайды ол никогда. Сезімнің құлдары деген. Иә, ондай әңгімелерім де бар. Газетке шыққандар бар біразы. Ол оны келесі бір тақырыпқа арнайық енді, ол ұзақ тақырып. Қаламгерлігім өз алдына. Содан жаңа жүргізіп отқан кезде масқара қызық болады. Бұл кісі Тараздікі. Таразда футболшы болған. Химик деген командада фосфорда ойнаған. Сол қаланың ең баспапкерлік жұмысын бар ғой, Бердиев. Сол Тараздан бастаған, Тараздың баспапкері болды. Сөйтіп бастаған, содан кетіп қойған, Алматыға барған, бір бөлек болды, Ресейге сөйтіп кетіп қойған ғой. Бірақ деймін, бұл кісінің әйелі Роза тәтеміз әлі тұрады Таразда. Таразда тұрады. Айлара деген қызы бар, Мұрат деген інісі бар. Күні бүгінге дейін тұра ма? Сол кезде. Күні бүгінге тұрады әлі мүш болмайды. Торговый центр бар. Иә, сөйтемді мен кәдімгі тілден жаңалам қосып жүрді ше. Енді кетіп жатыр ғой енді. Бірақ енді сол заманға мынау енді сұрапыл инсайттар ғой енді, сұрапыл әңгімелер кәдімгі. Оңайдан оңай адам танымал болмайды ғой енді. Жастайымнан сол комментаторлыққа алғаш аяқ басқанымнан мен білініп тұрды да, талантты екендігім. Общагада көрдік. Иә, күшті сондай сөз саптауым да, сондай бір байыпты, мақамдарым да комментаторлық өте бір ерекше екендігі. Мен үлкен бір дайындықпен жұлып кірген адаммын ғой негізі комментаторлыққа. Сонда көп адам таң санып, таң қалып, бір денсау комментатор келді-ау деп айтып атты сыртынан, енді оны қайсы біріне мән бере бересің дейсің. Мән бере берем енді. Қазір енді бәрі ясно болды ғой енді. Стало явью дейді ғой мына. Ожеговтың 50 мыңдық сөздігін жатқа білетін адам ретінде орысшада сөйлеуге қақым бар деп ойлаймын. Мәселе онда емес. Содан жаңа басталады. Енді бұл кісі мұсылман болғаннан кейін тәсбих тартып отыр, енді шариғатпен жүрген кісі болғаннан кейін Татарстанда бөлек жер емес, ол да исламның ортасы емес пе? Екі жайылы бар бұл кісінің. Тоқалы бар ғой. Деп артық кетем қосып жүрді ше. Ой, плотно кочкаға түсесің ғой. 10 күнәнің 9-ы тілден деген осы мінекей. Оны мен кейін аударып алдым білесіңдер. 10 голдың 9-ы пастан екен деп. Содан әңгіме осыдан басталады. Оны жаңа Мұрат естиді, братишкасы. Сөйтіп көкеміз бұндайды. Көке отқандарын көріп отырық, страшно оттыңдар, әңгімесі жоқ. Бірақ Қазақстан шіріп жатыр. Бірақ мына жақта ажырасайын деп отырсыз дейді. Ажырасып жатсың сен дейді. Не болды дейді. Мына жақта бір комментатор келген, айуан аузына келгенін айтады. Сенің Татарстанда екінші елің бар деп. Тіліп отыр дейді. Матчты жүргіземін, артқа шегініс жасайық ағайын. Матчты керемет жүргіземін. Үйге келем, керемет жүргіземін, как обычно. Жатам, біраз адамдар мақтау SMS жазады, мән бермеймін оған. Өйткені түбі мықты комментатор болатын, сол кезде біліп жүрдім. Сөйтіп кеп жатам, өйткені азанда сағат таң ертеңмен 11-де мен Алматы ақшам газетінде жұмысқа барым керек. Таң атпай. Иә, үкіметтің жұмысы ғой былайша. Редакцияға. Иә, содан жаңағы Алматыда Төле би ОСБ-де тұрам, 17-ші пәтерде. Сен де сол үйде тұрдың кезінде. Иә, менің рұқсатыммен. Сонда 37 деген автобусқа мініп барам ғой. Сөйтіп сразу обедке попадать етем. Обед болып жатады әйтеуір. Сол кезде соны Жандосбайды да кіріп шығып жүрген әйтеуір сол жерде. Содан бір күні осы оқиғаның куәгер ол Жандосбайды. Сен де болған шығарсың сол кезде. Мен болған жоқпын. Болған жоқ па? Кешкісін естіген шығармын. Кешкісін естіген шығарсың. Сонда мынандай болады ғой. Телефонға қоңырау шалады біреу. Мынандай қымбат Nokia'лар ұстаймын бұл кезде. Сырт дегіз төбесіне көтерем. Бұл кезде жұрт iPhone істеді 2010-да уже. Иә, мен. Сен әлі Nokia'мен сырт. Жоқ, ол кезде Nokia. 2010-да темір Nokia болатын менің. Масқара елдің бәрі қызығатын. Көтеріп жіберемін де. Алло деймін ғой. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракату дейді ғой бір кісі. Алейкум ассалам деймін. Это вас беспокоит Курбан Бекиевич Бердыев, главный тренер ФК Рубин, город Казань, Республика Татарстан. Дейді ғой. Ё-моё деймін. Неғып звондап отыр мына кісі деймін. Да, я вас знаю, конечно. Курбан Бекиевич, здравствуйте.
деп жаңағы бүкіл орысша лып етіп отырмын. Да, деп чем обязан деп қоясың ғой жаңағы өзінше. Ты вчера комментировал матч Рубин-Барселона, дейді. Да, комментировал. И вот ты тогда что сказал про мою вторую жену? А да, я сказал, что у вас есть вторая жена в Татарстане, деймін ғой. Бетім бүлк етпей тұр, әлі миыма жетіп тұрған жоқ, не айтып отқан. Вот мне из Казахстана звонят люди, говорят, что ты сказал. Ты когда видел мою вторую жену в Татарстане? Ну, наверняка есть, я не видел, деймін да. Мен қаяқтан білемін ғой. Адамдар айтып жүр дейсің ғой сен енді. Содан тұрамын да айтамын. Я вот слышал, что вот тренера, около футбольные люди мне сказали, деп қоясың ғой, бір-ақ адамнан естігемін негізі. Ты сам вообще откуда, деді. Я из Тараза, дедім. Все с тобой понятно теперь, деді. Я даже знаю, кто тебе про вот эту чушь рассказал. У тебя сейчас интернет есть? Интернет есть? Я перед компьютером сижу. Ты вот в Google напиши, вторая жена в Татарстане Курбан Бекиевич Бердиев. Туранды тарсылдап жазамын, вторая жена Бердиев. Жоқ информация ешқандай. Нөл ондай. Әйел жоқ енді сөйтсем. Мұны көрдің бе? 2010 жыл. Заман дамымаған кез ғой. Сотқа берем сені деді ғой басында. Жоқ дегенде Тоқан лоққы жасады ғой. О кісі ана кісіге айтты оны. Қазір қоя тұр. Келатыр. Сөйтіп жатырмын, сөйлесіп жатырмын. Ой, вы извините, Курбан Бекиевич, я ошибся, я, молодой человек, осындай, жасым 22-де. Енді соны айтып отыр, сколько тебе лет деді? Я 22 лет деді. Я город Тараз, я 22 лет, жіберіп жатырмын әңгімені. Содан сөйтіп жатқан кезде телефон үзіліп кетеді ғой, енді анау кісі Ресейден де емес, шетелден звонып отыр ғой, енді қайтып біледі. Барселонада ғой әлі, аэропортта ғой. Сондай ғой примерно. Сөйтіп тұрамын да, ё-моё деймін, не естідім мен деймін ғой. Ё-моё, Жандос Байділде отырып соған айтамын, көмектесемейтін білсем де айтып жатырмын мен. Содан қайтадан телефонын шалып тұр, бірақ қазақстанский номер уже, Силда Икрамович Байшақов марқұм. Звондайды. Ермұхамед, не істеп қойдың деді, сөйтіп сөйлейтін еді ғой кісі. Сен оның Құрбан әйел бар депсің, нең бар оның әйеліне, сен футбол жүргізсің. Біреудің әйелін, біреумен біреуін жатқан нең бар? Бар болса бар шығар оның әйелі, нең бар сенің дейді. Анау кепті, анау гол ұрды, анаған пас берді, соны айтсай сен. Өткен ойында мынаны ұтқан дейді. Ақымақсың ба? Мен сондай бір ерекше комментатор едім аға дедім. Сен өзі Тараздікісің, өткенде ғана менен интервью алғансың. Молодец, жақсы баласың. Енді өсіп келатсың, енді сен ашықпай жіберіп қойдың енді. Молодец. Енді мен қазір Құрбан маған звондап жатыр, мен онымен сөйлесіп отырмын. Қазір ол сені сотқа берейін деп жатыр. Қолым дірілдеп кеткен кәдімгі, бүйтіп отырмын. Мұхаммед Али болып отырмын кәдімгі. Ё-май, сотқа береді мені. Соны бір бөле шешуіміз керек енді. Мақұл енді, ертең сөйлесеміз бір бөле деп тастай салды. Ойбай. Ана кісі қайтып звондаған жоқ сосын. Ана кісі үзілгеннен кейін қайтып звондай алмай отырмын ғой. Менде де звондай алмайтын, ол да звондай алмай отыр. Сөйтем де былай болады ғой. Юрист бар ғой, заңгер. Сол кісі не болды дейді. Соны айтам, мен сотқа берейін деп отыр дедім. Ұлттық арнаның заңгер емес, басқа редакцияның жаңағы. Сол тұрады да маған айтады. Сен соттас дейді. Сотқа берсе, сотқа берсін, мен сенің адвокатың болдым, мен сені қорғаймын дейді. Сен ары кетсе Қазақстанның заңы бойынша сотталасың да сол кезде, өйткені Қазақстан телевидениесі ғой. Ары кетсе 122 мың теңге ғана МРФ төлейсің сен дейді. Штраф төлейсің. Штраф төлейсің. Мақұл, масқара жеңілдік дегенде 400 мың теңге болады ол. Мен ақ төлеп беремін соны, редакциядан алып беремін даже дейді. Сен танымал боласың бүкіл посткеңестік елдерге. Сен енді Спорт Экспресс сұхбат алады, Спорт деген Ресейдің телеканалына сұхбат бересің, мана жақтың бәрін қоя бер, уже международный неге шығып кетесің, сен танымал боласың сол кезде. Енді сол дәуірдің тілімен айтқанда хайп қой енді. Ол кезде енді хайп жоқ қой енді, Инстаграм жоқ заман. Соны айттым, жоқ, мен ондай адамгершілік деген нәрсе бар. Құрбан Бекиевич маған сөйтіп әдемі жақсы сөйлестік екеуміз, байып тілді. Мен өйтіп істей алмаймын дедім. Мен де адамгершілігім бар, ертең бет жүз көрсететін адам, өмірі деген түбі кездесеміз, футболда тем более жұмыс істеп жатыр. Оңғысты ол Таразда тұрса бала шағасында. Қоя салыңыз, сөйтем де жарайды дейді. Ертесіне Силда Икрамович звондайды. Сен қазір жалғаймын, қосам, Құрбанмен сөйлес деді. Жарайды аға деді. Телефонды ал деді. Звондады, ертесіне тағы звондады. Құрбан Бекиевич, здравствуйте деді. Осындай прервалась связь анамына.
я перед вами извиняюсь. Өте қатты мен кешірім сұраймын сізден. Мен өйткені ошибся деймін, мойындаймын. Мен оны сіздің екінші әйеліңіз бар екен, біреуден естідім. Сонда айтылғаны, Ермұхамед, у тебя имя хорошее, ты носишь имя пророка. Я тебе одну вещь скажу. Никогда не говори то, что слышал. Говори, что ты сам видел. Өзің көзіңмен көрсең айт. Деді саған. Құлағыңмен естігенді айта берме өйтіп. Сен молодой, жап-жас жігіт екенсің, сотқа да бермей қояйын. Тараздық екенсің өзіңіз, оның үстіне почти менің землягым екенсің. Атың да күшті екен. Осындай бәріміз кешірімшіл болайық. Мұсылман дінін ұстап жүрміз, ислам дінін. Сондықтан бауырым енді қайталанбасын ондай. Сосын келесі жолы Интер мен Рубин ойнайды. Сол ойын жүргізген кезде осындай мен қателестім, кешірім сұрайым, бір бәле деп опровержение бер деді. Телевидение заңдылығы болды. Болды көке деді. Ешқандай әңгіме жоқ. Тоқал жоқ екен дедің бе сосын? О қызықты қоя тұрсайшы. Негізі жоқ екен. Иә, деп айтамын. Соның ортасында жаңағы Таразда бір жан-жақта Алматыда жүрген бапкерлер, бар оның әйел деп звондап қоятындар бар ғой. Қорықпа. Айта береді ол деп. Иә, сондайлар бар ғой. Мә деген. Екі оттың ортасында жүрдім ғой сен. Комментаторлық бастағаным өзі 4-ақ матч болған ғой өзі. Сразу соттасудан бастап жатыр. Шоу бизнес болып кетті дейсің ғой. Жұлдыздар отбасына сұхбат берсем бе деп қоямын. Ол кезде жұлдыздар отбасы деген масқара ғой. Остановкада тұрып оқып тастайтын еді ғой бүкіл шығарып. Содан қызықты қарасай. Енді анау матчты Павел Цибулин ол кезде ең жақсы көретін. Иә, ұлттық арнаның спортын комментаторлар тағайындайтын адам ғой. Сол мені қоймай қояды ғой. Соны мен айтамын, осындай іс насырға жауап отыр. Международный скандалға келдік уже. Қоймасаң болмайды. Мен кешірім сұрауым керек болып тұр. Ренжіме, мен сені қоямаймын уже деп. Мен орнына опытный комментатор қоямын. Барселона мен Рубин мен Интердің ойыны уже маңызды болып тұр. Мен сені қоямаймын. Ержан Көшкінбаев болады дейді. Бопты онда дедім, әйтеуір біреу болса сол. Ержан Көшкінбаев болса, сол кісіге звондайды. Телефонды алдым ба, Ереке дедім, бүгін эфирге шығасың ғой дедім. Иә дедім. Мына осындай болды, осындай хабар білесің ғой, шет жағасын уже естің. Ақымақ деп ол кісі күлді, өшім. Жарайды, енді бүгін эфирде айтам. Татарстанда Құрбан Бердиевтің әйелі жоқ, өтірік жалған ақпарат берген екен деп айтам. Кешірім сұрайым, сол үшін сен үшін деп. Болды деді. 2010 жылда эфирде білгендеріңіз істеген екенсіңдер ғой? Қазір сөйтіп айт. Несі бар? Қазір айтып жатыр ғой, неше түрлі. Жоқ, мынау енді жас комментаторларға бұл не ғой енді? Сабақ қой. Анау енді хайп қола бұлай істеуге болмайды. Болмайды. Хайптың да хайпы бар. Анау сияқты ғой өткенде. Өткенде анау не шығып кетті, Шалабай атамның әруағы деп эфирде берді ғой енді. Оны алып тастадық қой енді айтып. Мен ананы көрдім жақында. Комментатор 5 секунд қалды оның ойының аяқталуына, 5 секунд қалды. 5 секундта не істейсің? 5-ке не санайсың? Ерсің ғой. Өзі сондайдан тұрады оның. Қызығы. Не бар, не? Арасында сондай болғанда дұрыс қой. Не, қызық. Қалжың ғой. 30 минут деген 90 минут бойы статистика айтып отырмайсың ғой, енді ол да қызық. Сөйтіп, мына Барселонаның добын көріп, осыны есіме түсіп кетіп жатыр. Осындай қызық жағдай болған Рубин. Енді қызықты қараңыз. Кешірім сұрадық, айтылды, осындай тақырып жабылды. Сосын ол кісінің ассистенті болған, Рубинді бас бапкердің ассистенті болып жүрген Кафанов деген, Қазақстанның бапкері олды, тренер вратарь ғой. Сол кісі айтты, да, көрдік, бәрі нормально, связьдар болды. Жарайды деп сонымен. Одан кейін араға жылдар салып сен кездестің ғой ол кісімен? Осыдан 2 жыл бұрын кездескен жоқпыз. Қайраттың бас бапкері болып келеді ғой. Кездеспей жүріп, кубоктың финалы болды Астана аренада. Мен де отырмын, ол кісі де отыр. Пресс-конференция болады, сұрақ қоймаймын. Қояды бет жоқ. Құбылаға қарауға бет жоқ қой, балам-ау дегендей. Сондай жағдай болды. Бірақ арадан 13 жыл өтіп кеткен ғой. Иә, шығамыз екеуміз раздевалкаға кіреді. Мен енді білесің ғой, енді достып көп жерге баратын. Сөйтіп раздевалканың есігінің алдына кеп қойып, сол жер журналистер ана решетканың артынан бүйтіп телефонға түсіріп тұрған. Біледі ғой енді бұл оқиғаны. Содан Құрбан Бекеев шығып қалып, ассалаумағалейкум аға дедім. Уалейкум ассалам. Тұрып, не узнал деді. Меня зовут Ермухамед, фамилия Мауленов. Это ты, есінде ғой оқиға. Сразу залсың, есің? Я енді көп жылдар өтті, столько времени прошло, хочу перед вами еще раз извиниться.
то, что допустил ошибку осындай. Клевета ғой енді былай қарап тұрсаң. Жала. Я тогда при тебе, так, когда мы с тобой созванивались, я тогда же простил тебя. Ничего страшного. Ну, такое бывает. Мы же все мусульмане, должны прощать друг другу ошибки. Оно много. Сөйтіп құшақтасып. Ана соң жақ артық. Сөйтіп ертең тағы да звондап жүрмін. Сүйіскен жоқпыз негізі. Жақсы көріп құшақтасып деп атым енді. Сөйтіп жарайды деп бір-бірімізге дос болып қолымызды алысып кеттік, сонымен оқиға бітті. Қандай керемет историяларыңыз. Хэппи энд кәдімгі. Жоқ, бұл біріншіден Құрбанбердиевті мен мақтағым келіп отырды. Сондай мықты кісі, мұсылман дінін ұстанатын, соның заңдарымен жүретін және кешірімшіл болып жас комментаторды мысалы сотқа беріп мен ендігі әрі комментатор болмай кетуім де мүмкін еді ғой мысалға. Ұлттық арна мұны баланы алып тастаңдар десе бітті ғой, бір адам сыза салады ғой бүйтіп сыртыңнан. Өмір бақи комментатор болмай кететін едім Қазақстанда мысалға. Ұлттық арнаны миллиондаған штрафқа тығып жіберсе. Сондықтан Құрбанбердиевке алғыс айтамыз. Біріншіден сосын жалпы кешірімшіл болу керек, осындай бір ғибратты дүние. Қазіргі комментаторларға да эфир мен келген ғой деп ауызға келгенді айта беруге де болмайды деген сөз. Керемет. Ал құрметті достар, Ермұхаметтің историяларын көп сен. Мен білемін ғой. Мен бұны пачка. Көбісін естіп қойғанмын негізі. Бірақ енді сіздер ескілеріңіз келсе, көргілеріңіз келсе, комментарий жазыңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Төмендегі сілтемен басыңыздар. Төмендегі сілтемен басыңыздар үшін. Жарайды, давай.